Еліміздің шығысындағы Зайсан көліне Қытай Республикасының азаматтары балық аулауға арналған өз техникаларын, ау торларын кіргізіп жатыр деген мағынадағы видео әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Мақсат Оқпай, сіз неге әрекет етпейсіз деп менде белгілегендер бар екен. Мына жол нұсқау деп аталатын ауыл тұрғындарының арыз шағымы, кешегі жиналыстағы хаттамасы бәрі менің қолымда. Мен аудан әкімімен де, прокурормен де сөйлестім. Облыс әкімі де хабардар. Бізде жоқ Сайман. Қаншама Қытайларды әкеп салған мен. Мына жасыл түсті аулар қайдан келген? Кімдікі? Айтуларынша бұл техникалар және мына ставной деп аталатын аулар. Жергілікті балық өңдеумен айналысатын Төретам компаниясына тиесілі екен. Тіпті инспекцияның балық аулауға рұқсат береді, осы ставной ауылмен рұқсаттары да бар екен. Дегенмен білесіздер, Зайсан көлінің суы жылдан жылға тартылып келе жатыр. Сондықтан кішкене көлге бұндай үлкен ау салуға болмайды. Бұл табиғатқа зиян. Балық тұрмақ ертең суда құртта қалмайды. Сондықтан бұл бассыздықты біз тоқтатуды талап еттік. Өйткені балықпен ғана күнелтіп отырған сол ауылдың басқа тұрғындары да балығын аулап күнін көру керек қой. Оның үстінде табиғатқа да зиян. Айтайын деген, компания бұл талаппен келісті, ешкім ауларын салмайды. Дегенмен Күршім ауданының тұрғындары бұндай жағдай қайдаланса, бірінші кезекте маған хабар берулеріңізді сұрайым. Бұл мәселе назарда, енді әкімдікте, прокуратурада бақылауда ұстайтындарын айтып жатыр.